Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте оңай айран қосылған пирог жасаймыз. Бізге бар болғаны 10 қажет болады: айран, қант, сұйық май, 2 жұмыртқа, тұз және қопсытқыш қажет. Бұл пирогтың ерекшелігі дайындау әдісі өте оңай жасалады. Біріншіден 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Одан кейін айранымызды құямыз. Одан кейін қантымызды бірден саламыз. Содан кейін сұйық май, қопсытқыш пен тұзымызды салып, жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Араласқан массамызға енді ұнымызды 2 бөлікке бөліп, жақсылап миксерлеп аламыз. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Енді осындай формаға салып, духовкада 180 градуста 40-50 минуттай пісіріп аламыз. Бәрін осылай тегістеп шығамыз. Міне пирогымыз дайын болып қалды. Қолда бар ингредиенттерден жасалады, әрі шаймен ішкенде өте дәмді болып шығады. Ал енді пышағымызбен кесіп, дәмін көрейік. Корждары үгітіліп, осылай өте жақсы піскен. Бұл пирог негізі тойымды пирог деп айтуға болады, өйткені ішіне айран, май қосылғандықтан бір кусогын жесеңіз, кәдімгідей тойып қаласыз. Пирогтың бетіне глазур жақсаңыздар да болады, шоколадпен әрлесеңіздер де болады. Бұл менде классикалық түрі, сондықтан да ештеңе жақпады. Каналымды көріп отырғандарыңызға үлкен рахмет. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Ас болсын.